Құрметті әріптестер, мен сіздермен педагогикалық шешімнің бұйрықтарды, сосын таңдау пәндерін қосуға, табельге қосуды түсіндіретін боламын. Ең бірінші есептер бөліміне барасыз. Содан кейін үлгерімі, соның ішінде оқушылар, содан кейін сыныбыңызды таңдайсыз. Сыныпты таңдап, оқушыны таңдайсыз. Мысалы, Айбол Ерсайын. Оқушы таңдап, есепті құрастырасыз. Есепті құрастыруды басып, осы жерде басып шығару кетікшесін басып, педагогикалық кеңесті енгізесіздер. Мысалға, номері қандай мысалға? Номері 23-ші бұйрық. Педагогикалық кеңес деп жазасыз енді өзіңізде болды. Сосын уже таңдап оқушы қандай пән таңдады? Қазақ әдебиеті. Осы жерде Айболдың бағасы, тәртібі, мына жерге жазып шығасыз, міне қараңыз. Әрқайсында тәртібі, таңдау пәні, табель номері жазасыз да, басып шығару бөлімін басасыз. Кетікшесін. Міне, осыдан кейін оқушыңыздың жаңағы шығыпты, міне бет кеңесі мұнда енді. Табельге жазғанды, міне тәртібі, қазақ әдебиетінен бағалары барлығын енгізуге болады екен. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар.